Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға Надира Төдееваның «Төзім шеңбері» атты әңгімесінің екінші бөлімін ұсынатын боламын. Сол күні жылап бөлмеме кіріп жатып қалдым. Бір кезде біреу оятады. Қарасам, әлгі екі арсыз екен. Сенің миыңды ашытсақ, кешір. Осындай болып қалды енді. Мен мас болып қалыппын, деп бірдеңелерді айтып жатыр. Мен ұйқысырап көзімді аша алмай отырмын. Екі көзім ісіп кеткенін көріп, жаны ашығансып отыр. Бір кезде апа кіріп келіп, екеуін де қуып шықты. Сәлден соң байсымағым кіріп, неге жеңгемді ұрып жатқанда ажыратпайсың, дейді ұялмай. Енді әй қойыңдар деп ажыратуым қалып еді десем, боқтанып, аузына келгенін айтып жатыр. Мен айттым: осы сен мені сонша қинап неге алып қаштың? Не мақсатпен? Басқаны сүйеді екенсің. Неге менің тағдырымды талқан еттің? Менің не жазығым бар еді деп жылап жібердім. Апам ғой сені ал деп қоймаған. Үйленбеймін десем де қыр соңымнан қалмай миымды жеп қойды деп отыра кетті. Сөйтсем, бүкіл әулет біледі екен. Айтуына қарағанда бастары қатқан үлкендердің. Әдемі жас келіншек әперсек, осы арсыз әйелді ұмытатын шығар деп ойлап, біреу арқылы мені көрсеткен екен. Ал қайнағам мен арсыз жеңгені бөлек шығарсақ, адам болып кетер деп 4 баланы қимағандықтан екеуін ажыратпаған екен. Қайын атамнан кейінгі бауыры бар еді. Олар да өсіп өнген жандар. Оның да 10 бала шағасы бар. Атам қайтыс болған соң, осыларға бас көз болып жүрген екен. Апамның бала шағасының барлық қызықшылығына көмектесіп, тек осы кенже баласына келгенде әлдер жетпеген көрінеді. Арсыз әйел де басында жақсы жүріп, 4 бала туып, орта жасқа келген соң, шайтанның жетегіне кетіп, тура жолдан тайған деседі. Күйеуі момын болған соң, оны менсінбей, қайынысымен алғашқы кездері әзілдесіп жүріп, екеуі оңаша қалғанда қалай жақындасып, ай жарықта адасқандарын өздерде білмей қалған. Әйелмен жақындасып көрмеген жас жігіт жеңгесін қатты ұнатып қалып, екеуі оңаша сәтті асыға күтетін көрінеді. Ортадағы жазықсыз 4 бала үшін енем де, қайнағам да бұлардың арсыздықтарына шыдап жүре берген. Бұл арсыз келін түспей тұрғанда ең үлгілі отбасының бірі болған екен. Қыздары да барған жерлеріне адал болып, сол үйді дөңгелетіп әкеткен. Алыстағы үлкен ұлдарының да өз үйлері бар, оқыған-тоқыған жандар. Тек осы бір әйелдің кесірі бүкіл әулетті жерге қаратып, қуып жіберейін десе, апам балалар тірі жетім қалмасын деп ешкімді араластырмаған екен. Сонымен төркініме есік ашып баруға тағы да жиналыс болды. Ойласа келе, күйеуімсіз баратын болдым. Ол барудан бас тартып, орта жасқа келген абысыным мен оның 15 жасар қызы үшеуміз бардық. Үйдегілер ештеңеден хабары жоқ. Ансамбльмен, шашумен күтіп алып, бәрі асыр салып ойнап жүр. Ағайындар көп жиналыпты. Күйеуімді сұрағандарға ауырып қалды деп құтылдық. Алдында үйден шығып бара жатқанда енем ешкімге ештеңе айтпашы деп жылаған соң, ешкімге айтпаймын апа деп уәде беремін деп сөз беріп кеткен едім. Бірақ әке шешемнің үйіне барған соң, ол ойым өзгеріп, қалай да айтуым керек деп шештім. Негізі ең үлкен қайынбикем біздің аталас туысқанымызға келін болып түскен екен. Өте пысық, көреген жеңге ретінде танимыз. Мені сол кісі таныстырып, қашырып жіберген болатын. Үйге есік ашып барғанда ол кісі келмеді, ұялған болар. Бірақ менімен қатар нағашымның қызы бар еді. Екеуміз сырлас болатынбыз. Адамдар тарқаған соң, ол мені жеке бөлмеге апарып сұрақтың астын алды.
Күйеуің неге келмеді? Дейді бетіме тура қарап. Ауырып қалды, дедім сенімсіз дауыспен. Өтірік айтпа. Сен есіктен кіргелі бері бір нәрсе дұрыс емес екенін сезіп отырмын. Көпшіліктің көзінше сұрай алмадым. Ал енді ештеңе жасамай шыныңды айт. Ол жақта не болып жатыр? 2 айда соншама жүдеп кеткенсің. Көзіңде бір мұң бар сияқты. Кәне, қорықпай маған айтшы. Қаласаң, мен де ешкімге айтпаймын деп құшақтағанда, ішімдегі сонша күнде жиналған өкініш лықсып шығып өкіріп жібердім. Даусым қатты шыққаны соншалықты нағашым қорқып кетті. Жүгіріп барып есікті ішінен құлыптап, тыныш, сабыр ет. Папаң естіп қойса, қан қысымы көтеріліп кетер жаным, деп ол да мені құшақтап, шашымнан сүйіп жатыр. Сөйлеуге шамам келмей, біраз жыладым. Ентігім басылған соң, көз жасымды сүртіп, сырласымның бетіне қарадым. Айтуға дайынсың ба дегендей, бұрқырап тұрған шашымды сипап, құлағымның артына жасырды. Бір кезде бар күшімді жинап, нағашы әпкеме қарап, ешкімге айтпайсың ба дедім. Жоқ, айта бер. Менің сыр сақтай алатынымды білесің ғой, деді ақырын ғана. Мені шошытып алмайын деген адам құсап. Менің арым таза, мен әлі пәкпін, дедім төмен қарап. Немене деген даусы қатты шығып кетті. Тез есін жиып, өз аузын басып қалып шошына есікке қарады. Қайтадан маған қарап. Сен қыз не деп тұрсың? Ол жарамайды ма сонда? Деді сыбырлап. Жоқ, жарайды. Әзірге тек жеңгесіне ғана жарап тұр, деп едім. Нағашым түк түсінбей, қалай сонда? Деп, мынау шынды ма дегендей маған алара қарады. Иә, ол туған жеңгесін ұнатып қалған. Менің туған абысыным оның ашынасы. Оны бүкіл әулет біледі екен, деп бар шындықты жайып салдым. Уәдемді бұзғаным үшін Алладан іштей кешірім сұрадым. Нағашы әпкемнің миы қортпай басында сенбеді. Мүмкін емес, дейді басын шайқап. Қызау, егер сен күйеуіңді ұнатпай ажырасқың келсе, оны айтсаңшы. Бұлай біреуді қаралауға болмайды ғой, дейді менің 2 қолымнан ұстап. Қолымды жұлып алдым. Маған сенбейсіз бе? Осы 2 айда маған саусағының ұшында тигізген жоқ деймін. Екеуінің сүйісіп аймаласып тұрған талай көрдім. Ол әйел тіпті екеуміз байларымызды ауыстырып алайық деп те айтқан. Екеуін ажырату үшін үлкендер бізді үйлендіріп, оларды бөлек шығарамыз деп ойлаған екен. Бірақ менің күйеусымағым одан өлсем де ажырамаймын деп отыр. Дегенде барып, мына сұмдықтың шындық екеніне көзі жетіп, бір жылайдай кеп. Өзін тоқтата алмай жылайды. Ешкімге айтпайсыз ғой, иә? Деймін сәл басылған соң жүзіне үңіліп. Ей, сен ақмақ, осынша уақыт үндемей жүргенің не? Осындай нәрсені жасыруға бола ма? Дейді мені иығымнан жұлқылап. Әпкеме айтамын, дейді дірілдеп. Әпкесі менің анам. Бұрылып есікке қарай беттегенде айтпашы. Сен маған сөз бердің ғой, деймін оның қолынан тартып. Мен апама қайтып келемін деп сөз бергенмін. Егер бармасам, апамның көз жасы ұрады десем, ой, сорлы. Сені оқытып тастаған ба, не пәле? Сенің көз жасыңа кім жауап береді? Деп қолын жұлып алып, ас үйдегі жеңгеме жылап тұрып айтып берді. Мына ақмақ әлі қыз екен. Одан басқа сұмдықтары да көп. Мұны оқытып тастаған. Әлі де сол үйге барамын деп отыр, деді дауысы қарлығып. Жеңгем, ойбой, не дейді ойбай, деп бетін шымшып маған үрейлене қарады. Мен болсам, қойыңдаршы, мен апаға сөз бергенмін, апам жақсы адам ғой, дей бергенімде жеңгем білегімнен ұстап жұлқып берді. Есін жисын дегені ғой. Қызау, не деп тұрсың? Мұндай нәрсемен ойнауға болмайды. Сонда өмір бойы сол үйде тегін қызметші ретінде жүре бермексің бе? Есіңді жи, деп қолымды сілкіп жіберіп қалғанда, мен жерге отыра қалып жыладым.
Бұрын төркінге есік ашып барғанда бір күн қонып, ертесіне қайтатын еді ғой. Менімен еріп келген абысыным мен қызы екеуі азанда ерте тұрып қайтуға дайындалып жүр. Анам байғұс ештеңеден хабары жоқ. Ерте тұрып ет асып, дастархан жасап жүр екен. Абысыным мен жатқан бөлмеге кіргенде қасымда жеңгем бар еді. Түтігіп кеткен жеңгемді көріп, менің айтып отырғанымды бірден білді. Маған қарап, ақымақ болма, жүр үйге. Маған сені сеніп тапсырған. Жүрші, кетейікші, деп маған жақындай бергенде, жеңгем оның қолын итеріп жіберіп, неге сонша қызымызды қорғыласыңдар? Әрі бері жегжаттығымыз да бар екенін неге ойламадыңыздар? Деді жеңгем тістеніп. Ой, мен білмедім ғой, кеше ғана естідім мен, деп бетін басып жылай берді. Айқай шуды естіп, әке шешем бөлмеге кіріп келді. Жеңгем жылап тұрып бар шындықты айтып берді. Әп сәтте у-шу басылып, шешем байғұс ойбайлап қалды. Қызды жайына қалдырып кете беріңдер. Сендермен келінім барып, қыздың киім кешегін алып кетеді, деді анам қатқыл үнмен. Міне құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі әңгіменің екінші бөлімі осылайша аяқталды. Әңгіменің әрі қарай қалай өрбейтінін білгіңіз келсе, арнадан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңырауды қарайтып, все деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбе-күн жалғастырып оқитын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отыра аласыз дегім келеді. Ал ендеше мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін болам, қымбатты менің оқырмандарым. Әзірге хош, сау болыңыздар.